кеңістігінде қуат көзін табамыз. Жерді бәріміз қорғауға күшімізді саламыз. Біз жеңімпаз жеткіншекке қара батыл бол, балақай. 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 Иң. Хана. Копал. Берекен күш. Балақай. 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 Жеңімпаз жеткіншектер. Батыл балақайдың алдыңғы бөлімінде ұйқы құбыжығына қарсы дойбы ойнауға тура келді. Тауық еті шабуыла. Бақытымызға орай мен ойынды қалай ойнау керектігін білемін. Егер біз сол папазолаға сенеміз керек болғанда, біз әлі де ұйқы құбыжығының түс әлемінде болар ма едік. Мен сарбазды жүремін. Бірақ білесіңдер ме, мен ұтып алсам да ұйқы құбыжығы жеңіліске ұшырап, оны қабылдағысы келмеді. Сол үшін батыл балақай ұйқы құбыжығымен шайқасуға тура келді. Шүкір, соңында да жеңдік. Күшті. Саша, бұл соны сияқты көрінеді. Сенің үнсіздігі мені қинады. Бұл қоштасудың соңғы мүмкіндігі еді ғой. Өтінемін, Сашаны тастамашы, Азрой. Ей, неменеге жылап жатырсың? Мен мына сериалды көріп жатырмын, бастық мырза. Бұл сондай өкінішті екен. Не? Бұл жай ғана телешоу, ал сен өзіңнің адами эмоцияларына ықпалына түсуге қалай жол бересің? Өкінішті. Бірақ бастық мырза, бұл тыйым салынған махаббат. Азрой оқуын жалғастыру үшін Сашадан кетуі керек. Жеткілікті. Бастық мырза, неге өшірдіңіз? Азрой Сашамен қоштасқалы жатыр еді ғой. Тыныштау, ол сені уақытыңды құр жұмсауда. Қалайша бастық мырза? Бұның несі аянышты? Адам баласы өте аңғал. Неге Азрой? Неге Сашаны тастап бара жатсың? Бастық мырза, міне сізге ыстық шоколад. Неге жылап жатсыз, бастық мырза? Мен жылаймын? Бос сөз. Шын ба? Онда неге көздеріңіз қызарып кеткен? Мен жай ғана пиязды турап жаттығып жатырмын. Я, солай. Мен сіздің оны көріп жатқаныңызды. Мен не істедім, бастық мырза? Сенің үнсіздігің мені қинады. Бұл қоштасудың соңғы мүмкіндігі ғой. Неге бұлай жасайсың, Рой? Неге оны жалғыз тастап кетесің? Жоқ, осыдан кейін Сашаға кім қамқорлық жасайды? Бейшара қыз. Ол не істей алады? Ол оқуы керек, және бұл әлдеқайда маңызды. Сонымен оқудың маңызды екенін біліп тұрсың. Бұл драманы неменеге көріп отырсың? Бірде әкем маған бір істі бастағаннан кейін оны аяқтаған жөн деді. Дәл солай. Біз бұны 7-ші бөлімге дейін көрдік. Демек енді соңына дейін көруіміз керек. Акаба, маған бір ыстық шоколад өтінем. Қазір болып қалады. Бағаның төмендеуі сатылымда. Аттан сауда орталығына келді және 90%-ға дейін жеңілдіктерді пайдалан. Дүние жүзілік печенье күнін атап өту үшін. Бұл не? Әлемдік печенье күнін қалай тойлау керектігін білмейсіз бе? Уайымдамаңыз, мен Куки мырза. Сізге жол көрсетемін. Бірінші қадам, печенье жасау үшін қоспаларды дайындаңыз. Екінші қадам, печенье жасаңыз. Үшінші қадам, бәріне беріңіз. Енді оңай болған жоқ па? Печенье. Сондай дәмді. Бұл дұрыс. Дүниежүзілік печенье күнін тойлады. Мен бақытты адам бұл. Жоқ, бүгін дүниежүзілік печенье жасау күні. Жоқ, қалайша бұзып кеттік. Біткен жеріміз осы. Бауда, сендерге не болды? Біз жасырынуымыз керек, Батыл балақай, жасырынуымыз керек. Жасырыну кімнен? Ханадан. Міне ол. Міне, ыстық шоколад. Олар қайда кетті?
Біз неге ханадан жасырынуымыз керек? Ана баланай, қана печенье жасаса не болма? Cookies? Печенье және хана? Дәмі қорапқа ұқсайды екен. О, жоқ, біз құрыдық көпал, құрыдық. Тыныш, ол бізді естіп қояды. Құрып кеткір, ол бізден печеньесін жеуді сұрайды. Бұл ғана емес, ол бізден печенье жасауға көмек сұрайды. Ей, даусыңды олай көтерме. Ей балалар, сендер не істеп отырсыңдар? Ештеңе емес, біз жай ғана. Біз жай ғана Толқабаның дүкенінің құрылымды тұтасын тексеріп жатырмыз. It's О, бұл күшті екен. Мықты екен. Ай, мені дүңгіршегімді қиратқыларың келеді ме? Балалар, бүгін дүниежүзілік печенье күні екенін білесіңдер ме? Солай деп ойлаймын. Аха, ендеше балалар, маған көмектесулерің керек. with my... Ой, тоқтай тұр. Жаңа ғана әкем маған қоңырау шалып еді. Мен қазір мысықты тамақтандыруым керек, қош болыңдар. Қашаннан бері көп алды мысығы бар. Кешір аяй, мен үйге барып жүгері екі мұржалар тазалауым керек. Өздері сондай асығыс қой. Олар бос емес сияқты ғой, иә, баты балақай? Сен не істеп жатырсың? Мен әлі сөзімді аяқтап бітпедім. Күн деген жанып тұр ғой, мен жай баспана іздеп тұрғам. Маған көмектесетін жалғыз сенсің, баты балақай. Көмек? Неге көмек? Маған печенье жасауға көмектесесің, әрине. Дүниежүзілік печенье күнінде мен печенье пісіріп саябақта барлығына беремін. Маған көмектес, жарай ма? Мен жай пісіргенімді жеп отыра алмаймын ба? Қане, баты балақай, маған көмектесші, өтінем. Батыл балағай саған көмектесе алмайды, хана. Ол маған дүңгіршекті тазалауға уәде берген. О, иә, дәл солай. Сымба? Бірақ мен бұл печеньелерді барлығын өзім пісіре алмаймын. Cookies by myself. Ай, сен үшке бөліне аласың ғой, батыл балақай, иә? Онда неге біреулерін барып ханаға көмектеспейсіңдер? Ол ренжиді ғой. Ол барынша тырысуда, бірақ печеньелері керісінше. Бірақ тоқаба, мен тұнысақ бөлінсем, мен естеліктерінен айырып қаламын, бұрынғыдай. Үлкен мәселе емес, тек ұзақ уақыт бөлінбесең және бір-бірінен тым ұзақ болмасыңдар болғаны. Ал сен тағы қайдан келдің? Ха-ха-ха, енді оны күтіп кете алмайсың. Қане, батыл балақай? Жарайды, жарайды. Баты балақай элементі бөлініс. Жақсы, қайсысын канал көмектесесіңдер? Тас, қайшы, қағаз. Неге үнемі мен женіп қала беремін? Жақсы, сен ханаға көмектесесің, ал сен тоқабаға көмектесесің. Ей, ал сен ше? Ал мен DVD дискіге көмектесем. Жақсы хана, менен саған не керек? Жақсы, сен маған жаңа печенье қоспасы үшін барлық қоспаларды табуға көмектесуің керек. Жаңа қоспа? Ал егер ол сәтсіздікке ұшыраса ше? Оларына сенімдімін, өйткені мен жасаған печеньелердің барлығы дәмді болды емес пе, иә? Жарайды, қоспалары 30 пакет ұн, 20 пакет қант, 30 батон шоколад, 5 блок сары май. Оу, не деген көп? Әрине көп, мен осылардан 100 пакет жасағым келеді. Ұмытпай тұрып оны жазып ал. Карри дәмдеуіштері, лимонграсс, лайм шырыны, Ол шырымен даршын. печенье жасап жатыр ма, әлі карри ме? Және ең маңыздысы, ең қиын қоспа, фермадағы ең жаңа ақ ешкі сүтінің бөтелкесі. Ешкі бөтелке сүті, мен оны қайдан табамын? Өзің тауып көр. Барлық қоспаларды тапқан соң менің үйіме кел, жарай ма? To my house, okay? Жарайды. Сонда, печенье дайындау үшін оған ешкі сүті керек екен ғой. Менде батыл балақайды жеңілдің керемет жоспары бар. Компьютер. Иә, шебер. Меніңше батыл балақайға ақ сүт ешкі мырза керек секілді.
Мен ол туралы барлығын білуді қалаймын. Қайда туылғанын, қайда емтихан тапсырғанын, және төлқұжатын қайдан алғанын. Бірақ Бастық мырза, ешкі деп отқанымыз адам емес. Дәл қазір Сашаның орнында болғың келіп тұрма. Ол есіме түспесе, өз сезімдерімді басқара алмай қала берейін, Бастық мырза. Сезімдер. Менде менсіз жоспар бар. Зертханаға кеттік. Ақыры жою қоспасы дайын болуда. Ақыры ешкі сүті дайын болды. Құттықтаймын, Бастық мырза. Бұл ешкі сүті барлығын есінен алжастырады. Міне құрылғы, бұны қайтсен де олар алатындай ет. Батыл балақай бұны көргенде бірден алатындай көрінетін жерге қой. Бастық мырза. ешкінің сүтін қайдан аламын? Ал қалғандары менде бар. I already have the rest. Ол ешкінің сүті емес пе? Ерте ешкінің сүті ме? Ей, неге еркек ешкі деп қойып қойғансың? Ал бұл қате ме, Бастық мырза? Оның түсі тіпті жасыл екен. Жай, шығармашылықпен істегенмін. Оның несі шығармашылық? Ол ханаға ұнаса керек, ода тіпті алманың несі бар екен. Ол оны алды ма? Керемет, ол менің тұзағыма түсіп қалды. Керемет жұмыс құрылғы, керемет жұмыс. Рахмет, Бастық мырза. Енді батыл балақайды бақылап, оны печенье қоспасына қосатынына көзімді жеткіз. Жарайды, Бастық мырза. Ей, Ханна, мен сенің қалағанды таптым. Жасыл алма дәмі бар, ақ ешкі сүті. Жасыл алма дәмі бар ма? Бірақ мен мұндай түрін көрмеппін. Бірақ қалған тек осы ғана екен. Дәмін жақсы қылса болар еді. Жарайды, бұны да қолданып көрейік. Бұны пісіру қиын ба? Мен сияқты өз ісінің маман тұрғанда мүлдем қиын да емес. Алдымен лимонграсс салып, аздап кефир әкін сал. Одан кейін бар, оны жасыла береді. Одан кейін бар сарымаймен қайната бересің. Алақай, ақырын ба бұл дайын болды. Ол қаптамамен бірге келеді. Бұл сүйкімді көрінеді, солай емес пе? Қаптамасы жақсы, бірақ оның дәмі жақсы екенін білу үшін оны жеп көруіміз керек емес пе? Жоқ, керегі жоқ. Дәмі жақсы болса керек. Ау, қайдан білесің? Әрине білемін, сен білсең менің ініміне сұра. Дұрыс па, той? Right to the toy? Ол анамды сағынған секілді. Күте төре, мен оны анама апарып келемін. Бұл печенье шынымен де жаман ба?
Бату балакай, не болып қалды? Senin печеньелерің сондай дәмді. Вау, шынымен? Ақырында бұл әлемде менің печеньелерімді жақсы көретін біреу бар болды. Күшті. Барлығы сенің печеньелеріңнің қандай дәмді екенін білуі керек. Ей, бату балакай, мені де күт. Керемет. Ол мені тұзағыма төсті. Ей, бату балакай қайда кетті? Бургер, қуанышты бургер. Біреуін алсам, біреуі тегін. Екеуін алсам, мына печенье де тегін. Ей, бұл менің печеньем ғой. О, бату балакай осы бір жерлерде болса керек. Неге осы жаһандық экономикалық дағдарыс кезінде жайбарақат жүру керек? And I treat you like a son. Қандай қайғылы еді. Менің бизнесіме сондай көп пайда түсуде. А, пайда көргеніне қайғыра ма? Әке, Ей, Гопал, дүкенге барып, маған жаңа жаттығу дәптер ал. Мұғалімнің айтуынша қазіргісін жылқы шайнап тастаған. саған не болған, Гопал? Маған не болған? Мұның бәрі сенің печеньенің арқасында. А, бату балакай саған оны да берсе керек. Ол қайда кетті? Білмеймін. Қайда кеткенін? Онан. О, жоқ, іс реттелмей жатыр, маған көмек керек. Ask for help. Оны қалай жоғалтып алдың? Ол сенен бірге болған жоқ па еді? О-о, біз оны табуымыз керек. Әйтпесе сен естеліктеріңді қайтадан барлық жоғалтатын боласың. Ей, балалар, білесіңдер ме саябақталардың барлығы есінен алжасқан. Мен есімен алжаспағам. Оу, жоқ. Саған не болған? Амансың ба? Тым сенімді емеспін. Мен қананың печеньесін жегеннен кейін осындай болдым. Қананың печеньесі? Гопал сезімдерімен өзіне іс-әрекеттерін басқара алмайтын сияқты. Ха, оған сенің печеньенің бір қатысы болу керек. Бірақ менің печеньемде не болыпты? Оны қандай қоспадан жасадың? Иә, әдетте сенің печеньелерін оларды есіне таңғызатын, бірақ бұл жолы олар есіне алжасқан. Негізі әдеттегідей. Ей, қоспаға бірегей бір нәрсе қосқаным есімде. To the recipe that's a bit unique. Бірегей дегенді қалай түсінеміз? Бұл алманың кошесі бар жаңа ақ ешкі сүті. Мен оны көп құймадым, бір бөтелке ғана. Міне осы, барлығын есіне алжастырып отқан. О, жоқ, онда біз жел бату балақайын тезірек табуымыз керек. Ол қананың печеньелерін басқаларына тезірек келмей тұрғанда. Бірақ, неден бастаймыз? First. Ол міне, жер бату балақайы. Балалар, бұның дәмін әлі татып көрмедіңдер ғой, е? Барлығына печеньелерді беріп тоқтат. Неде тоқтатуың керек? Бұл печеньелер дәмді. Ол өз кішін басқара алмауда. Менің печеньем бұның барлығына кінәлі бола алмайды ғой, е? Біреуді ренжітпес бұрын мұны тоқтат. Someone. Біреуді ренжіту? Сен не туралы айтып жатырсың? Оның күші қауіпті деңгейге көтерілді. Біз оны қазір тоқтатуымыз керек. Әйтпесе ол өзіне зиян тигізуі мүмкін. Бұл жел оның қалқанына айналды. Біз жақындай алмаймыз. Вау, сондай керемет. Не, керемет. Біз бұл сәтті пайдалануымыз керек. Апырай, оның күші өсіп кетті. Не? Қойым, бату балақайы. It doesn't matter.